Армысыздар, қауым, баршаларыңызды бүгінгі Жайдарман ойындарына көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Жастар жалау еткен Жайдарман ойыны Қарағанды облысы әкімінің жүлдесіне арналған іріктеу сайысы Қарағанды қалалық колледж ойынына қош келдіңіздер. Біздер үшін биыл әдемі маусымы, әдемі командалардың әдемі әзіліне сіздер осы ойында көретін боласыздар. Ендеше сізбен бізге жайдарманшыларға сәттілік. Бар жанарды жаулаған Жайдарман ашық. Шапалақтарыңыз сіздердің баяу болып тұрған сияқты қошемет сіздер қойшы. Ал, қадірлі достар, құрметті Жайдарман сүйер қауым, бүгін 16 топ додаға түсетін болады. Осы 16 топты 4 бөлімге бөлген болатынбыз. Қазір ойында командалармен жақсылап тұрып таныса кетесіздер. Дәл осы 16 командаға өздерінің жеке қазылығын жүргізетін біздің қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қарағанды облысы әкім жүлдесіне ұйымдастырылған Қарағанды қаласының студенттік колледж жаралық студент лайф Жайдарман ойынының қазылар алқасы, Қазақстан КВН одағы, Республикалық жастар қоғамдық бірлестігі, дәл осы Қазақстан КВН одағының вице-президенті, Қарағанды облысы балалар мен жасөспірімдер ұйымдарының директоры Жомарт Сүлейменұлы. Жомарт ағамыз. Дәл осы ойының өтуіне ерекше қолдау білдірген және де бастама жасау үшін осы бір студенттердің өз сахнасын тауып, медиа саласына қарай өтсе деп қолдау жасаған Сарыарқа дарыны балаларға қосымша білім беру аймақтық ғылыми практикалық орталығының әдіскері Ардақ Маралұлы. Жайдарманшыларға Жайдарманның көзімен қарасын деген оймен дәл осы қазылар алқасында 2017 жылғы Қарағанды облысының чемпионы, 2016 жылғы жоғарғы лиганың 1/4 ширек финалына жолдама алып, сол жерден сүрініп қайтқан біздің сүйікті жайдарманшымыз, ардагер жайдарманшымыз Бегім Нұрланұлы. Бәрекелді, құрметті көрермендер, құрметті жастар, жалпылама тұрғыда тағы бір айта кетейін. Бүгін 4 кезеңнен, 4 бөлімнен 4 командадан 16 команда бақ сынайтын болады. Бірінші біздің бөлімде Қарағанды облыстық жоғарғы мейіргелік колледжі, және де Қарағанды тау-кен индустриалдық колледжі, және де Қарағанды банк колледжі, инновациялық технологиялар колледжі бақ сынайтын болады. Дәл осы топтарға өздеріңіздің қошеметтеріңізді жақсылап жауап. Ендеше сіздердің қошеметтеріңіз дәл осы жайдарманшылардың әдемі ойыны, әдемі маусымының бір кезеңін бастаймыз. Сахнада Қарағанды облыстық жоғарғы мейіргелік колледжі 103 Жайдарман тобы қарсы алыңыздар. Жан демдейтін тәттім бетке, тән демдейтін медиктер жеделетіп келіп қалды. Қайырлы кеш ағайын. Не ғой андай, бүгінгі маусым тақырыбы қандай? Бүгінгі тақырып әдемі маусым. Өзің көріп тұрғандай әдемі қазылар алқасы, әдемі көрермендер, әдемі командалар, және де әдемі мен, сосын мен. Қыздар, сендер өздеріңді өткізе алмай тұрсыңдар ма?
Қыздар доғарыңдар, шаңыраққа қарасаңдар, сендер Тәттімбетте тұрсыңдар. Тәттімбеттің қыздар деген айбай, түр десе түрі. Әнші десе әнші, бейші десе бейші, күйші десе күйші. Общем, қысқасын айтқанда өнерлі. Біз де өнерліміз. Адамның алғашқы көмек көрсететін біз. Адамның өмірін құтқартатын да біз. Дұрыс па? Иә, оның өзі де бір өнер емес пе? Жарайды енді, барлығымыз толық жиналған болсақ, біз тоқтаңдар. Сен неғып билемей тұрсың? Мы просто наблюдаем. Досым, менің бас киімім қайда? Ұрға басында? Қан? Ұрдың басында? Үй қан дейді. Мөнен. Тоқтаңдар. Сендер қайда жүрсіңдер кешігіп? Біз Выживтан келдік. Сіздердегі көпшілік кеттіңдер, бастамадық па? Иә, сахнада уколдан қорықпайтын жалғыз команда. Біз бастаймыз. Ендеше көреміз ауруханадағы жағдай. Қане? Өзімізге керек емес заттарды көреміз, тамашалаймыз. Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. На тему уголовных татуировок или наколок, как их называют уголовники, существует немало мифов, самый распространенный из которых это... Братан, осындай татуировка салып берші бетіме. Ештеңеге құлақ аспайтын жігіт донер кадак. Два донера. Братан, бізде пересменка 30 минуттан кейін келіңізші. Два донера. Братан, бізде пересменка деймін 30 минуттан кейін келіңізші. Два донера. Ой, мынау айтқан сөз қой, өз сияқты сөйлеу керек қой. Пересменка. Донер. Денсаулық, сіздерге берілген асыл байлық. Сол денсаулықты сақтау ол өз қолдарыңызда. Сіздермен бірге болған Қарағанды облысы жоғарғы мергел көжден келіп тұрған команда. Назарларыңызға рахмет. Дәл осы топ болашақта үлкен сахналардан көреміз деген ойдамыз. Бүгінгі ойынына сіздер баға бере отырарсыздар. Ендеше сахнаға Қарағанды Тау-Кен индустриялық колледжі кеңшілер Жайдарман тобы. Атмосфераға кіргізіп алу үшін осы өзлеммен шығамыз деп шештік. Алло, көзіңді жұмшы. Қап-қара түнек пе? Ол менің сенсіз өтіп жатқан өмірім. Әкем неге бұл өлек? Енді дұрыс емес па, итақта қап-қараңғы түнекте жұмыс жасаймыз. Ей қарыңыз айды жүзі жаналың, лағыл моншақ мөлдірейді жанарың. Қачасасың сырға толы сезіммен, жұмбақ жансың ә. Құрметті көрермендер, біз жердің астында жүреміз, сіздер жердің бетінде. Сіздердің жердің бетіне айтқан әңгімелеріңіз бізге өте қызық. Сіздердің қыздар туралы айтқан әңгімелеріңіз қызықты.
Брат, бір четкий қыз табасың, е? Бай, ақшасы көп, үй, бөшетсі бар. Сіздердің машина туралы әңгімелеріңіз қызықты. Брат, алдында приора көргенсің ғой 1 миллионға. Приора не аласың? Шашлық қалады ғой. Или камера алайын ба? Тоқташ, автобусқа жүрейік. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, шахтың асты қандай болады деп. Шахтың асты мынандай болады. Жігіттер не қылып отырсыңдар? Жюриде кім отырғанын білесіңдер ме? Кім отыр? Кім отыр? Ерлан отыр, Алдияр, Арман, Дастан. Олар кімдер? Достарым ғой, мен қолдап өгін. Жігіттер, басқа қалма сияқты әзіл айтайық та. Біздің өзіміздің өміріміздің өзі әзіл ғой. Сонымен көреміз шахтадағы экскурсия. Бергел. Мынау көмір. Мынау да көмір. Мынау не? Көмір. Мынау не, брат, желе жатқан? Жоқ, алтын ғой. Біздер шахтың астында жүрсек те көзіміз ашық, көкірегіміз ояу жігіттерміз. Жігіттер жүнді шахтыға. Как всегда, алдарыңызда өнер көрсеткен кеншілер. Қарағанды банк колледжі. Аты да, өздері де бұрынғы қалыпта қалса деген ойдамыз. Кезінде қызық болсын деген команда облыстың бірнеше сайыстарында жеңімпаз болған. Дәл осы сайыста да бұл жігіттерге сәттілік тілейміз. Ендеше қызық болсын. Қарсы алыңыздар. Еще бита шар, мини жол аша. Ақша самадан басқадан білмейтін Қарағанды банк колледжіне келдік. Қайырлы күн, Қарағанды. Алдияр, неге қайырлы күн? Неге қайырлы аспан емес? Неге қайырлы жарық емес? Бұл біздің ата-бабаларымыздың кезінен қалыптасып келе жатқан сөз. Сен сонда соған қарсы шыққың келіп тұр ма? Онда тұрған не бар? Онда тұрған бар. Не бар? Кафе бар. Ассалаумалейкум, қандай тапсырыс бересіз? Қуырылған күріш бересіз? Бар, тағы. Шай бар ма? Бар, қандай? Ташкентский. Атыңызда бола ма? Мұқағали. Қай Мұқағали? Мұқағали Мақатаев. Сенің көзің түпсіз терең тұңғиықтан жаралған, сонда жатыр менде жүрген орындалмас бар арман. Сенің көзің көкте гүлден, жерде гүлден аралған, шашын сенің жан баспаған жапандағы қарауынан. Өлпіреген жүзін сенің Ажбек пе, мақтама. Брат, мақтама. Мақтама, мақтамес, білуің бірақ шөті төлеу керексің. Төлемеймін. Төлейсің. Төлемеймін. Төлейсің. Сен қазір неге төлемейсің деп сұрамасам, бұл жалғаса берейін деп тұр ғой. Неге төлемейсің? Бұл шөті уже төленген. Кім төлеген? Төлеген. Сұрайық оны. Сұрайық. Ассалаумалейкум, төлеген үш. Мұна кіз сайты сіз шөті төледі деп төледіңіз, а? Руки убрал. Сен сонда маған келіп шөп төлейді ме деп сұрап тұрсың ба? Сен өзімен кім екенімді білесің ба? Я біледі ғой, баған өзі айтуға төлеген еш деп. Басын алыңдар мұнан. 576 серияның соңы. Тәтті метеонер колледжіне түсу арманымен. Ішіп алып жәліп көңіл күй көтеріле бастады. Костюмді шешіп тастады. Жалғастырамыз достар, Көкпе Тәкін көшеде. Аватарға түсу керек. Дойды. Сонымен 31 желтоқсан далада. Жігіттер, неге төмен қарап тұрсыңдар? Салют деген аспанға атылмай ма, неге аспанға қарамайсыңдар? Мына жынды салютты жерге баспен қада қойыпты. Сонымен көреміз, самооценкасы жоғары апа. Сәлеметсіз апа, сіздерде соска бар ма? Қой, қара, мен сатылмаймын ғой.
Сонымен трансформер үйінде. Мә, брат, что-то жүрегім айнып зелем шаншып жатыр, жүр, СТО-ға барып қайтайықшы. Мүлдем фантазиясы жоқ жігіт қызымен. Чо, ұнап жатыр ма, қалай жол? Иә, ұнап жатыр, бірақ гараждар жаққа не үшін келдік? Нормально, сальто айналамыз. Құрметті достар, сөздің соңында. Ақбыз қара сарымыз, Бамскидан біз бәріміз. Рахмет. Бәрекелді, қызық болсын командасына бір ерекше қошемет соғып қойыңыздар. Инновациялық технологиялар колледжі Киттің балалары. Команданың арасына нағыз жүйрік қыса әйге басына шығып. Шап! Әйге басына шығып, 15 командаға шаң жұтқызу керек пе? Көкемау, айда! Майдан қылсы орғанда, айтып отырған әрбір сөзімізге мән беріп, қазақ тілінің... Қазақ тілінің жілігін шақ, майын ішкен ата-бабаларымыздан тек тұрпақ екенімізде дәлелдеуіміз керек. Сөзім бөле бермеш, айтып алайын да. Мақтыларының мақтысы болып, мүшейраммен ойнап, күштінің қол ұзын демекші. Қолымыздың ұзындығын әзілмен дәлдейтін күн. Бүгінгі күн тарихта қалатын күн. Бауырым, тура осын сырный соуспен қайталаш. Біреу сырный соус деді ма? Жай, бол. Перизат, жай белесейш. Гостиницаның қызметкері ұқсат, бірде кино алсыңдар бәрің. Әрине, бүгін Францияда Дешанель компаниясын модель болуға қол қойдым. Енді солар қол қойса? Перизат, сен ба модель? Сен модель емес, модульсың ғой. Модуль емес, сен әрекетсің, модемсің ғой. Модем емес, сен тіпті 3G-сің ғой. Жимка сендерді. Құрметті көрермендер, бұларды кім деп отсаңыздар, бұлар өмірге не папланы келген балдар ғой. Киттің емес, иттің балдары. Қарағандыда сыра шыққанда сыр елден келдік дейтін балдар ғой. Құрметті қонақтар, біздің командамыз аты Киттің балдары еді, негіз осы эпизодқа қарап қойған ғой. Бір өзі кит боп тұрған әже. Біз жай балықпыз. Анауыны вообще олдырық қоп тұрған. Сен ақ күлт тұрсың, бетін дара шақ біткен бәрі тұрш. Черепашка, генан қайда? Красавчик әрі тұршы. Балақай, сен не ағып жүрсің, мамаңнан сұранды, мамаңнан сұранып көлш. Жоқ, мен бұнда анаммен келдім. Анаң қайда? Ана отыр, мама! Ал ендеше, үйде де, сыртта да ата-аналардың тақымына қызыл отыратын балалар. Біз бастаймыз! Бала кезімізде дәл осындай жағдай бәріміздің басымыздан өткен шығар. Ақтөс! Сенен бірден кесіп алсам бола ма? Мойындаш сен сөйлейсің ғой, я?
Давай менің атымды айтшы бірге, давай, үшкен сайын. Давай, Ақтөске ренжім. Үшкен сайын. 1, 2, 3. Кетші ма, Ақтөс. Банально, қош. Сонымен көреміз, егер біздің командамыздағы перизат Арро болса. Мен сені Ақтауға апарамын, абыройыңды ақтарамын. Өте иманды қыз жігітін тексеруде. Любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит. Сонымен көреміз, белгісіз бір киндер-пати. Давай. Ей, тоқтаңдар, мен емес Шарик енді келеді. Кетші. Алдарыңызда өнер көрсеткен 52 герц емес, 76 герц дауысы бар киттің балалар. Рахмет. Ама, тақымыңды босатар біз болды. Бәрекелді, үлкен рахмет. Дәл осы топтарды сахна төріне сіздердің қошеметтеріңізбен шақырайық. Нөмір 103 командасы, кеңшілер командасы қызық болсын және де киттің балалары. Ал құрметті қазылар алқасы, әділ бағасын өздеріңіз шешіммен шығарып, дәл осы топтың ішінен бір команданы шығарамыз финал белдесуге. Болмаса, келесі топты көріп алып шешім шығарамыз. Осы жағынан ойларыңызды айта кетсеңіздер. Және де сіздердің сол жақтарыңызда редакторлар алқасы отыр. Дәл осы редакторлар алқасымен де шешім шығарыңыздар. Бәлкім кейбір команданың әзілі сызылып кетіп қайта ойнап жатқан шығар. Соның барлығын бақылап отыратын редакторларды арнайы қастарыңызға қойдық. Жалпы, дәл осы ойынды ең алғашқы рет бастама алсын, біздер сіздерді қолдаймыз деген Қарағанды облысы білім басқармасының басшысы Қожахметова Гүлсім Шабдановнаға ерекше алғысымызды білдіреміз. Сіздер үшін осындай алаң тауып беріп, жас жайдарманшылар шықсын, алға қарай өссін деп ерекше қолдау білдірген. Және де Тәттімбет атындағы Қарағанды өнер колледжінің басшысы Ермұхамбетов Бауыржан Ермұхамбет ұлына ерекше алғысымызды білдіреміз. Ал, құрметті Жомарт аға, өзіңіз бастайсыз. Қайырлы күн, құрметті көрермен, құрметті жайдарманшылар. Біріншіден, осындай мүмкіншілік беріп отырған білім басқармасына үлкен алғысымызды білдіреміз. Біраздан бері жоспардағы бар дүние болатын, бірақ тез арада осылай жүзеге асуына мүмкіншілік жасаған білім басқармасына, Сарыарқа дарынына үлкен алғысымызды білдіреміз. Біраз команда биыл қатарымызға қосылып жатыр. Колледж командалары көш жүре түзеліп, бет алыс жақсы. Бүгінгі сайысқа келік 4 командадан дауыс берілді. 2-де 1 дауыспен бірден айта берейін ба? Ойын туралы шамалы айту керек. Енді өздеріңіз қарайсыздар. Қысқа нұсқа болатын болса, өздеріңіз. Қысқа нұсқа болатын болса, 2-де 1 дауыспен киттің балалары. Қызық болсын резервте. Қызық болсын резервте. Жақсы, түсінікті. Әрмен қарай жылжайық. Бізде екінші бөлімде тағы да дәл осындай 4 команда өздерінің өнерін ортаға салуға сақадай сай. Фемида жоғарғы заң колледжі. Сахнада Фемида жайдарман тобы. Қарсы алыңыздар.
Biz sen жалғыз бала қыз, арман қыз, бізді баурап алған қыз. Ассалаумағалейкум, Қарағанды. Бізден неге екеу ғана шықты деп ойлайсыңдар? Себебі біздің командадағы балалар мандыра ұстап қорқып, осылай микрофондары өшқап, солай аяққа шығуға қорқытты, короче. Енді біз жоғарғы заң колледжінен келіп отыр. Әли, сен неге көпсілеп тұрсың? Біз бастаймыз. Көреміз, ең соңғы сабақ dışı болғанда. Не қараптыңдар, ең соңғы сабаққа ешкім келмейді о? Тамашалаймыз, жүйкесі тозған спецназ. Қатын, жыным атмешқа атсайым. Көреміз, тез сеніп қалатын сот. Ей, сен адам қақтың. Нағынырсың, қаққан жоқпын. Бейне жазбаларда солай тұр ғой. Аллах ко, қаққан жоқпын. Бол, братан, сенкі дұрыс. Көреміз, свиданияға 10 қызбен келген жігіт. Не қарап тұрсыңдар, біздің командада бірақ қызғы? Сіздермен бірге болған Фемида құрамасы, қош сау болыңыздар. Я вижу красные следы на своей шее после наших перестрелок утром. Снова все жестко напутали мы. С нашей квартиры исходит на улицу. Бәрекелді, рахмет. Әрмен қарай кеттік. Дәл осы топ былтырғы жылғы Қарағанды облысында чемпионатқа түсіп өздерінің бақтарын сынап көрген. Сәтсіз болса да, биылғы жылды сәтті жылға айналдырамыз деп тағы бір мәрте келіп отыр. Қарағанды технология және сервис колледжі керемет Жайдарман тобы. Қарсы алыңыздар. Қазақтың жігіттері арыстан, оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыстан. Ақылды, білімді, данышпан, көк ту желбіреп көрінеді алыстан. Сіздердің алдарыңызға алтынарбаның көршілері келіп қалды. Мына жерге не үшін келіп деп ойлап тұрған шығарсыңдар. Біз Тәттімбеттің балдарының шашын алып, киімдерін тігіп, аяқ киімдерін жөндеп, қаптар үйіне өткізіп, ұйықтап тастау керек. Сен не айтып отырсың ерге жай сахнаға шығып? Не болды? Аналардан анау сенен бір сұрады ма? Сұрады, мен іштерінен оқыптым, іштей сұрап жатырмын. Жайдарманды сахнада түсін, не ұтты отырсың? Рас айтам, адамның ойын оқитын қасиетін бар деймін. Пеш ал, дәлелдеш. Мысалы, мына қыз Жандос негізі кокос бола ма деп ойлап отыр. Сосын Ернат аға не ойлап отырсыз? Мен сіз ондай деп ойламаппын. Енді отырмасын сендердің автобустарына. Енді отырмасын. Сен қайда жүрсің? Автобустан кешіп қалдым. Не болды тағы да? Қара, сендердің оңайларың бар ғой мына карточкалар. Оңай карточка емес. Неге? Қара, автобусқа кіресің. Ішіне адам деген жетеді анда. Қалтаңнан алып шығасың. Басасың, бір рет басқана тыз дейма, бірдеңе дейді басылмайды. Екіншісіне әрен басылады ғой анау. Онысы рас. Сосын
отырасың ғой жай. Одан кейін біреуге карти билеті демей адам қанша. Олсын бар ғой, сендер оңай карточкаларың бар ғой, оңай емес, ветләк қой. Ендеше оңайдан басқа барлық проблемаларын шешіп жүрген керемет Жайдарман тобы. Сонымен тамашалаймыз Арабияда болған жағдай. Әке, мен сені қай жаққа апарамын? Уағызды көп тыңдап қойған анамыз үйінде. Балам, не сүйетсің айырдесін жайғасма, кимден шкафқа салып шамал үй жинасайық. Балам, есіне olsun, бұл өмірде бәріміз қонақпыз. Көреміз, Тәттімбет колледжінде болған жағдай. Ал балалар, бүгінгі сабағын жалғастырамыз, бүгінгі үйренетін нотамыз. Апай, саламатса, апай, стол ала отырықшы дейсіз. Ала қой. Ал, до, езуге саламыз. Апай, кешеңіз, осы жол орындала тұрықшы. Ала қойш, не болып кеттің алатын? Балалар, көңіл аудармаймыз, давайте. Апай, тез ставлеттен шу керек. Тос. Не болды сендерге? Апай, тәттімет көшен не баты, кет. Сонымен бәріміз білетіндей, қазір Олимпиададан келген спортшыларды аэропорттан күтіп алып жатамыз. Сонымен көреміз, бұрынғы заманның батырларын соғыстан аэропорттан күтіп алса не болады? Сонымен, міне Қабанбай мен Бөгенбай бүгінгі соғыстан келді. Сіздерді бүгінгі жоңғар сайысынан аман есен келгендеріңіз үшін құттықтаймын. Міне, жоңғар сайысы қалай болды? Сол туралы 2-1. Енді жоңғарлар бізден көп болса да, бізде 3 жоңғардың басы бар. Міне, біз сіздердің жеңетіндеріңізге кәміл сенген болатынбыз. Енді біз сіздерге Аманат партиясының атынан сап-сары футболка. Сөз соңында біз болашақ киім тігушілер және шаштараздар және сынған телефондарды жөндейтін студенттеріміз. Яғни біз Алтынарбада, базарда және ЦУМда бір точкасы бар керемет Жайдарман тобы. Сіздермен келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Қошемет соқпайық. Әрмен қарай кеттік. Кезінде атауы лингва болған, қазір Қарағанды шет тілдер колледжі. Жалпы бұл колледжден да облыста түрлі командалар шыққан. Дәл соның ізін жалғап, бүгін сахнаға Стар командасы келіп отыр. Қарсы алыңыздар. Good afternoon, our viewers. Today is the Student Liga. Today is a holiday. Today is a Friday. Главное, Wednesday емес қой, короче. Friday'дан қалмаймыз. Тоқта. Мен түсінбедім. Сен не айтып кеттің? Сені халық түсініп жатыр деп ойлайсың ба? Жарайды, халық. Сен түсініп жатсың ба, не болып жатқаны? Мен өрің айгодыс болды. Жо, бауырымызға қателесесің, сен өрбенің стартер ғой мечтадағы? Андай старт, ол не бәлі? Стартер деген ол ағылшын сөзден старт және ер деген сөзден. Oh my god! Көрдіңіздер ме, құрметті көрермендер? Яғни Америкада өте көп ағылшынша сөздер қазақша сөздерге ұқсайды екен. Қалай ол сонда? Мысалы, сен атың кім? Іңкәр. Инкар, яғни машинаның ішінде. Тағы да?
түрі деген бар. Ол беттік терісі. Ал сникерс деген сөзге келетін болсақ, Америкада оны аяқ киім деп есептейді. Ал бізде ол шоколад. Достым, шешілістірма. Америка емес, Америка. Тұр. Мен есім аяғыма шоколад киіп жүрмін ба? Құрметті көрермендер, біздің колледжде талай қызықтар бар. Қандай сонда? Мысалы, акимлер ақша жесе, біздің мұғалімдер әріп дейді да. Анау нау деген сөз білесіздер ма? Жоқ деген білдіреді. Бірақ біздің мұғалім нау дегенді, ол кнау болып оқыса білем деген сөз қой. Сонда кәріпі қайда, акимат қайда қарап жүр. Бізде болған Карипова Камила арнайы жайдарман үшін. Құрметті көрермендер, біреу біледі, бір білмейді. Біздің лингвада ұлдар өте аз. Соның ішіне қазақ жігіттердің басына 8 қыздан келсе, біздің басымызға 85 қыздан келеді. Әлі де келе жатыр. Маған саны маңызды сияқты ғой. Біздің таныстыруымыз аяқталды, ал ендеше кеттік! Көреміз біздің колледжде. Good morning, children. Are you ready? We'll start exam in English. Next. Бұл рақшы түсінбей ма келесі? Ойбай, мұғалім, кешіріңіз. Сен тағы келіп тұрсың балды ма? Нешінші рет келдің? 12-ші рет келіп тұрмын. Ылғайдан болып қала бересің. Жарайды, ендеше ең оңай сөздерді қояйын. Қант қалай болады ағылшынша? Қастабам. Білмейсің. Sugar. Жарайды, келесі. Жағажай қалай болады? Бұны да білмейді екен. Beach. Мұғалім, боқтамаңыз. Бар саған 2. Beach, сука. Колледждегі практикант мұғалім. Апай, не ғой? Менің көзілдірігім аты қалай ағылшынша? Glasses? Анау мен жейтін тамақтың қалай болады? Food? Маған кеше анам клон сыйлаған дейді, ол қалай? Туй, осылардан сұрамайтын нәрсені сұрап, не істесем екен? Өтірік айта салсам ба екен? Бірақ ұят болады, я? Таптым! Жақсы, балалар, керемет сұрақ. Осыны енді үй жұмысында өздері. Апай! Көреміз ағылшын сабағы. Мен. Жоқ ол. Кешіріңіз, кіруге бола ма? Кешіп қалдым. English. Қазақтар Хэллоуинда. Досым, ар жақта Хэллоуин бармадық па? Хэллоуин дейсің ба? Бірақ ол жаққа костюм керек, грим керек. Сен қайтесің, сен өзің монстрға ұқсайсың. Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай, біздің ойын аяғына келіп жетті. Сіздерді біздің колледжге түсуге шақырамыз. Неге дейсіздер ме? Wir sind das Lingua College. We learn in Deutsch. Kommen Sie zu uns.
Ve biz Türkçe öğretiyorlar. Kolejimizde çok geleceğim. Kolejimizde gelinizde. Түсінбедіңіздер ма? Осыны түсініп алу үшін біздің колледжге келіңіздер. Сіздермен бірге болған Стар құрамасы! Екінші бөлімді аяқтайтын Қарағанды қазіргі заманғы көп салалы колледжі СМК балалары. Жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер, мына біз жігіттер. Көгілдір көлденде қайда, жағасы жайсыз жар болса, су ашып алғыз. Құрметті көрермендер, қыздар, жігіттер, мен қазақ аруына қатысқанмын, көрікті сұлумын, ойым ұшқыр. Базар жоқ, ойың ұшқыр екен, бірақ бойың келмейді ау. Қыздар, осы байқайсыңдар ма? Мыртық қыздар тез өтіп кетеді, біз жүреміз сорайып. Ой қыздар, сізге де бір қарап қойыңдар. Әйтпесе ыңғайсыз жағдайда тұрмыз. Мына жаққа барарымызды білмейді. Болды. Мына жаққа барайық десек, махаббат соры болайын деп тұрмыз, бұларды қызғанып. Ал мына жаққа барайық десек, бұлар сорлап қалайын деп тұр, бізді қызғанып. Болды, тақырыпқа сай әңгіме айтайық та, әдемілік әдептілік емес пе? Әлі сендер көшпендерші тақырыпқа. Сұлу қыздар көшсе түсінер едім. Не ғой, қыздар, бірінші курста аудар дайрекке жаза беруші еді ғой. Екінші курс қызықсыз екен, ешкім жазбайды. Қойсан, жазушы ме? Не болыпты, жазатын? Қыздар, онда бірінші курстың балдарына өзіміз жазбадық па? Еркеде райын сындырып алды ғой, еркеден қай жерімізге? Негізі сенің біраз жерімкен ғой, ол әнші, сен студентсің, оның ақшасы көп, сен даже самса алуға ақшан жоқ. Ол шетелге шығып, аралап, қыдырып жүреді, ал сен даже мына тұрған сортировкаға шыға алмайсың ғой. Оны қойыңдаш, менің прическамды айтсаңдаш, ұрып тұр ғой, осы сайысқа жақсылап дайындалып келген сол шақ. Әдемілік деген тақырыпты естігенде прическа сразу ойлап тапқасы ғой. Қыздар, сендерді айтамда, автобуста қалай тұрады екенсіңдер, онайға бойларын жетпей, қиналып тұратын шығарсыңдар, я? Бойымыз қысқа болғанмен, бойымыз ұзын, жабып тұрамыз онайға. Бәс, сен неге жылжымайды десем? О, қараңдар, Ернатаға қалайсың? Ердіңдер ма? Бізге әңгіме айта бересіңдер, бой қысқа деп. Қарасақта, қап-қарашқа, балтарашқа. Ойыңдар қыздар, қорқықтармен ойнамаңдар. Қорқықтар негізі мықты болып келеді. Біздің бойымызға тисе, атақта біздің бойымыз Қазақстан саясаты сияқты әлі де өтпеген. Айтпақшы, Асқат Аймағамбетов ағамызды білетіндерің бар ма? Әліппені қайтадан қайтарған ағамыз ғой. Педагогтардың мәртебесі туралы заң шығарған ағамыз ғой. 6 күндік жұмысты 5 күндік қылған. Ең бастысы, мұғалімдердің жалақысын көтерген.
Онда ол кісі ұстаз болатын біліп тұрып, өзіне өз жағдайын жасап алған екен ғой. Құрметті көрермендер, сіздер біз түсінбей тұрған шығарсыздар. Біз негізі нағыз ауылдан шыққан қыздармыз ғой. Біз тек қалаға келіп құлпырып жүрміз. Біздің шетіміз шұпат, қымыз, сүт, май, құрт, нан, ойбай. Сомен бәрін өстік қой біз. Мыналарың не ештік деп жатыр? Қоя тұр, саған дымда қатысы жоқ бұл. Олар ондай зат ішіп жүрсе, біз хауама ішеміз, хауамадан кейін жигули ішеміз, жигулиден кейін бар гараж ішеміз, гараждан кейін бас ауырып ұйқыдан тұрған соң кейін таң ішеміз, таң ішіп болса жігітіміздің қанын ішеміз. Енді сіздердің қандарыңызды ішпей тұрғанда ойынымызды аяқтайық. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен біз СМК балалары. Құрметті қазылар алқасы, көп ойландыңыздар, шешім шығарып деген сияқты. Ассалаумағалейкум, чуть-чуть шығарысыңыздар. Екінші блок бойынша 4 командада өз деңгейлерінде өнер көрсетті, бір-бірінде лайықты команда бар. Келесі іріктеу кезеңінен финалдық сайысқа керемет Жайдарман болды. Бірақ СМК балалары резервте. Бәрекелді, рахмет, құрметті Жайдарманшылар, қол соғып қошемет жасап шығарып салайық. Бес көп жанды емдейді, себебі Қарағанды медицина университетінің мейіргерлік білім беру колледжі жедел жәрдем командасы. Ойынымызды бастамас бұрын операция жасайын деп жатқан хирургтың әнімен бастағанды жөн санадық. Медколледжден келдік. Тұра тұрыңдаршы, немеге айта бересіңдер, қайта. Мына үстерінен көрініп тұрған аққалаттан. Табаған қарам ойына. Бағдаулет, анау демейді оны. Фонендоскоп дейді білесен. Тілің де келмейді ғой. Құрметті көрермендер, негізі мына біздің мамандық үлкен жауапкершілік талап етеді. Себебі біз сіздердің денсаулықтарыңызға жауап береміз. Тоқтаңдар қарақтар. Басқа мен көрермендердің денсаулығына жауап бермеймін. Мен өзім денсаулығым үшін ап қойын деп жүрген адаммын ғой. Мен жылына бір семестрде 2 рет барғам сабаққа. Бірі куратор шақырғанда, екінші Аяжанды көруге. Құрметті көрермендер, Құдай сақтасын, мысалға деп жатырмын. Менің алдыма пациент болып келіп қалсаңыздар, мені көрсеңіздер қашыңыздар. Мен жаман укол салам. Қыздар, жігіттер, кеше менің бір қызық оқиға болды. Мені білесіздер, пластикалық хирург кеше маған жап-жас әдемі қыз келеді. Ағай, маған необычный нәрсе жасап беріңізші дейді. Қарындасым, ол қалай болады деп ойланған едім. Ағай, маған необычный жасап беріңізші дейді. Сөйтіп тұрам, ақшасын зыңғып төледі. Жұмысым жақсы жасадым. Кеше менде де бір қыз болды. В общем, машинамен трассада кеп алдында бір қыз тұр. Ойымда ештеңе жоқ, сабақ салдым. Кеп бір кезде жаңа қыз жол көрем беріп атса, сол жол көрем түсіп кетті қолынан. Алайын десем, аяғына қарасам тұяқ. Оны мен жасадым ол кеше. Жігіттер, қыздар, қазір көрермен отқанда олардың қандай аурумен ауырып жүргенін айтайық. Неме аласыңдар, өздері көріп жүр ғой күніге. Жоқ, беттеріне айтайық. Әлеуметтік желіде, тікелей эфирде киімсіз отыру ауру ма? Ол несі ауру мысалға? Үйі ыстық, киімдерін шешіп тастаған шығар. Сен ойын қоя тұр, ұлдардың қыз болуы ше ауру ма? Енді қазір таңда жігіттердің санасына қарап ол.
Ол сенден айтып жатқандан дым емес қой. Қазіргі мына адамдар бізге дәрігерге сенбей, балгерлерге бару ауру ма? Вот, міне ауру. Ойлаңдашы қыздар жігіттер. Біз 15 жыл бойы оқимыз еңбектен. Адамдар барады да, бізге сенбей, сол балгердің сөзіне барады. Балгерлер не істейді? Барады да. Алас. Ендеше сахнада сіздердің денсаулықтарыңызға бастарымен жауап беретін дәрігерлер. Жауап бермейіндер. Жауап бересің. Жауап бересің. Сонымен тамашалаймыз. Мүлдем әзілі жоқ команда. Құрметті көрермендер, сіздердің денсаулықтарыңыз біз үшін өте маңызды. Әсіресе Жомарт аға, Бегім аға, Ардақ аға, сіздердің денсаулықтарыңыз біз үшін тіптен маңызды. Ал егерде біз ойыннан өтпей жатқан жағдайда орын аламай қалсақ өзім емдеймін. Алдарыңызда өнер көрсеткен Қарағанды медицина университетінің мергерлік білім беру мектебінің жедел жәрдем жайдарман құрамасы. Рахмет, Тәттімбет. Жедел жәрдеммен бізге көмек көрсетсе, біздің апарар жолымызға ерекше көмек жасайтын Қарағанды темір жол колледжі ұлы дала темір жолшыларын қарсалайды. Құрметті көрермендер, біздің әзіл локомотиві 1 сағатқа кешігуде. Оған дейін біздің командадан бір ән. Жаяу жүрмешісің, өмір сүре білсең, пойызға билет алып көбемен жүрсең. Темір жол қауіпсіз, пойызбен жүреміз, Тәттімбеттің ойындамайды екенбіз. Жаяу, біз жексеміз жеңіспен баяу, біз өтеміз финалға. Сұрыптау станциясына, Тәттімбет станциясына келіп қалдық. Пастер жинаңдар. Құрметті көрермендер, сіздердің колледждарыңыз біздің колледжға ұқсас. Мысалы, біздің колледждің аты Қарағанды теміржол колледжі. Бірақ та ол сортировкадан орналасқан. Дәл солай сіздердің колледждарыңызды Тәттімбет Қазағапұлы салып берген жоқ қой? Немене болмайтын әзімен сасып тұрсың. Вагон соңғы орындар сияқты. Жігіттер, бізге бүгінгі ойында шектен шығып ойнау керекпіз. Кәдімгідей шекарадан шығу керекпіз ғой. Мысалы, біздің тілмен түсіндіргенде плацкарттың 2-ші этажында адамдардың аяғы шығып тұрады ғой. Сол сияқты шығу керек. Әзіл локомотиві шектен шығу керек қой. Главное, жігіттер, шеттен шығамыз, рейстен шығып кетшімеген. Олай болса, кімге посадочный керек, дайын болыңыздар. Әзіл локомотиві Тәттімбетте. Тамашалаймыз. Құмар ойға беріп кеткен машинист. Давай! Қадалып қалдым ғой. Бір вагон кетті десем. Тамашалаймыз. Локомотив станциясындағы путейстардың оқиғасы. Рамазан! Ана аяқта деген полный вагон. Походу, шәуілдерге кетіп барады. Мә, біз аналар кеудемесек бар ғой. Аналар... Короче, басшылар бізді өлтіреді, ал біз семьямыздан айырыламыз. Мынау немене бітпейтін пойыздар өзі? 5 минут сайын келеді, бір ұйықтауға бермейді ғой, жүштен. Солғы жылан құсап. Ма, досым, мынау что-то дөңгелек түрс болмай тұр, кәні, темірді еш?
барлығымыз крик ужастигін көрген шығармыз. Сонымен, крик ужастигінің маньягі біздің нұсқада. Алло, да, досым. Я сол сменадан шыққам сол. Ё-моё, бір ыстықтай бір ет жесем екен бар ма? Мынау жынды ма? Не болды өзі? Ойбай, мынау түрі немене пойыз басып кеткен ба? Көреміз, отта қалып қойған бөтірке. Тыңдаңыздар. Сұрыптау бекетінен Тәттімбет бекетіне арналған 5 минут үзілісіміз аяқталды. Я достар, біздің пойыздың ары қарай жүретінін жүрмейтінін оны әділ қазылар шешеді. Бірақ біздің мәңгі бақи пойызбен жүргіміз келеді. Рахмет. Мадина қайда? Ассалаумағалейкум, Тәттімбет. Жігіттер, байқадыңдар ма? Еркен шықты қой сахнаға. Өзіміздің сахна дұрыс па? Өзіміз. Пирмаш кезде естерін ма қысылғанымыз? Қысылдық. Жаман қысылдық. Неге қысылған? Неге қысылдық? Қысылғанымды айтайын. Ауылдан келдік жігіттер. Не істейміз? Орысша білмейміз. Орысша білетініміз привет, пока, нан, хлеб, здравствуйте, тетя Таня. Солай жігіттер. Ауылда таңертең мал, түсте мал, кешке мал. Бірақ та қалада да малдар бар екен ғой. Жігіттер, мына дұрысымыз болмайды. Давайте бастайық. Неге болмайды? Давайте бастайық, достар. Осы ойынды бастайсың. Күшті сөз бар. Қандай сөз бар сенде? Мен бетіме қарашы. Қарадым. Бір нәрке тұр ма? Мұрның қайда? Достар, көреміз баласын еркелетіп жатқан отбасы. Жаным, ботақаным менің. Мұрын қайда, жаным, мұрын. Құлақ қайда, құлақ. Көз қайда, көз. Жаным, бача қайда, бача. Достар, көреміз шалдардың әңгімесі. Мынау баяғы заманда деймін да. Баяғы дегеннен шығады, жас кезде деймін да. Мына жас кез дегеннен шығады. Мына жас кезімізде трактор айдап келатып, мынау жас кезімізде шөп шауып трактор айдап келатып, мынау. Менің сөзім жалғастырып кететін ешкім жоқ па? Сонымен көреміз.
Ағатай. Тұрыңыз, Ағатай, тұрыңыз. Тұрыңыз, Ағатай. Тұрыңыз, Ағатай, тұрыңыз. Ағатай, тұрсаңшы. Ағатай, мына жерге ұйықтататын дәрі кеттім, соны ішіп алсаң. Сонымен сөз соңында, жігіттер естеңде ма? Былтыр ағаларымыз тәттімбет құрамасы қолымызға микрофон ұстатып осы Жайдарман сахнасына алып келген болатын. Ол кісілерге үлкен рахмет айтамыз. Және де алдағы уақытта сіздерді тек жақсы жаңалықтармен қуантатын Фотокраштар Жайдарман тобы. Рахмет, тәттімбет. Өздерің жеке шығармашылық концерт беріп отқан сияқты. Рахмет, тәттімбет. Ойынды тамашаладық. Шешім енді алғаш екі топпен салыстырмалы түрде алатын болсақ, бұл топтың командалардың дайындығы жоғарылау болды. Бірақ енді әсілінде өзіндік бір қойылатын талаптар болады. Сол талаптың шеңберінен біз бағалай келе жолдаманы темір жолшыларға бердік. Құрдастар мен тәттімбет сіздерді пока резервке алады. Кеттік. Дәл осы 4-ші бөлімнің 2-ші командасы Қарағанды көлік технологиялық колледжі елден ерекше Жайдарман тобы. Құрметті көрермендер, бүгін бізбен бірге Қарағандыға танымал атақты бір адам ойнайды. Қазір ол шыққанда шулап, улап отырмаңыздар. Көп көрем сені отырыстардан дедім, а? Нағып екеуің шеттен шып тұрсыңдар, өзі командада ұшақ адамбыз. Оның үстіне мен халықпен онда соғанда жоқпын ғой. Бүйтіп шеттен шығатындайсыңдар, халық танымайды да ғой. Жарайды, мақұл, шеттен шығады деп келсін. Бірақ саған не жоқ жаңалысың Нұреке? Енді жаңа колледжден шығып атқанда директорға айтты ғой, ұлансақ тойлаңдар. Ол байдың балдарында ұландайды, сол сияқты күлдіңдер, ойнаңдар деп. Өңшек, не болды ал? Құртып бәрін әбәдем сценарийді. Ақыры құртылған екен, онда өзіміздің колледжді айтайықшы. Бәле, ақыры құртылған дегеніңіз? Ақыры құртылмай тұрған кезде де колледжіміз жайлы айтуға болшы едік қой. Құртылған деген сөздің қасына колледжіміз қосатынай басыңа қандай күн туды? Сары. Жарықты болсын Қарағанды! Достар, біз Қарағанды көлік технолог колледжден келдік. Бізде мынандай мамандықтар бар. Автомеханик, автоэлектрик және де сварщицында мамандықтар бар. Қысқасын айтқанда, алдарыңызда тұрған сварщик Ұлан, автомеханик Арсен, автоэлектрик Нұрлан. Және құрметті қыздар қауымы, сіздердің жігіттеріңіздің телефон контактісіндегі номерлердің оригинал источниктары боламыз. Достар, сіздер ойлайтын шығарсыздар, біздің мамандықтарымыз өте қиын деп. Жоқ, қателесесіздер. Өткен білесіздер, қазір 21-ші ғасыр технология өте дамып кеткен. Дамығанның өзінде қатты дамып кеткен, Арек айтпақшы, маған таныс эстоны бермеші. Не жоқ қалды? Көлігімнің Порше мен радиаторын алмастыру керек еді. Сен өзің источник емессің? Соны айтам, жігіттер, мен негізі бұл колледжға қатысым жоқ. Мен Тәттімбетке түсетін адаммын ғой. Күзетші мені алдап, құлақтан теуіп, Тәттімбет колледжі деп кіргізіп жіберді. Текпен деді, екі айналып аямай текпен сақтау. Жарайды жігіттер, не тұрыз? Ал біз бастаймыз. Достар, сонымен көрейік, сварка жасау білмейтін, кислородтың бәрін жұтып қойып, дауысы сол қалып қойған студент. Еттелет ма? Кислородтың бәрін жұтып. Батес, жаңа кислород алып кел. Астер болсаң өзіңе.
жағдай. Тоқташ, анау қандай знак? Ол мүйізі бар қыздарға жүруге болмайды деген знак қой. Чайник, ол жануарларға жүруге болмайды деген знак қой. Достар, қараймыз, баласына немқұрайлы қарайтын әке. Алло, әке. Ау, балам. Сізге жаңа алғым бар еді. Қандай жаңа алғы? Сіздің көлігіңізді жүк көлігіне қатты соғып алдым. Сосын? 30 секунд ішінде дымы қалмай бәрі жанып кетті. Ауық үшін алдың ба? Жоқ, әке. Онда вонючкасы ше? Жоқ. Мақұл, бардачоктағы американский жвачканы алып үлгерген шығарсың. Жоқ, әке. Хотя бы 3D ковриктер ше? Жоқ. Онда Каспий рассрочкасын өзің төлеп ал. Неге? Қайда барасың? Рахмет. Ал енді, құрметті көрермендер, басында біз айтқандай, танымал, атақты ал ендеше алдарыңызда Айдос, водила! Конечно, непростой вопрос, но тигр есть тигр. Ассалаумағалейкум, Қарағанды маусым ажары құтты болсын. Енді біраз таңғалып тұрған шығар, мен істеп жүрдім. Мынау жас балалар, студенттер ұсыныс тастағаннан кейін беттерін қайтармадым, сондықтан сіздердің алдарыңызға шықтым. Жалпы студенттер негізі тек қана автобуста емес, бүкіл жерде тұрып тұрады екенсіңдер ғой, да? Қыстырылса, орын жоқ. Ал маусым ажары құтты болсын. Енді аға олардың өзінің бұйырғандар, орындар ғой енді ол. Жігіттер, біз өз өнерімізді көрсеттік па? Көрсеттік. Барымызды бәріне үйреттік па? Үйреттік. Ал ендеше Айдос аға, сізден бір би болса, біз өнерімізді көрсеттік дегенде, енді сіздің өнеріңізді көрсек. Давайте бір трендте билеп жүрек, ол енді барлығын шулатқан, Никулинді көргенде қуаныштым. Ал кеттік, давайте, тұра қалайық, бір тренд билеп жүрек, е? Не болып жатыр мынау. Қалайсыңдар? Не? Бар ма? Жоқ болса, айтып берсін. Кешке инстаграмға сала сал, соны көре саламыз бәрі. Жоқ деп жатыр. Жоқ деп жатыр ма? Сонша дайындалып, я? Аяқ болды ма? Сонша дайындалып. Жарайды енді. Ал, рахмет. Құрметті Әділқазы алқасы. Біздерге орын бермесеңіздер, бір күн болсын, бір күні СО-да жолғамыз. Ернат Мырза, сіздің көліңіз білем. Hyundai Sonata, российский учет. Бегім аға, сізді де білем. Сара көп болсын. Енді біз досымен қоштаспаймыз, кездескенше аман сау болыңыздар. Қарағанды болашақ жоғарғы колледжі болашағы бар Жайдарман тобы. Қарсы алыңыздар. Көрермендер, жігіттер, ағап тұр, бізге жетпей тұрған сияқты. Не жетіспейді бізге? Қыздар жетпейді. Қыздар бар.
жан болсам иә. Калям бар. Енді бір кола болса ма, бір кола жетіп сияқты. Соңға саған да осы жерде бір нәрсе жетіспейтін сияқты. Аған не жетіспейді? Саған ми жетіспейді. Онда саған да осы жерде бір нәрсе жетіспейді сияқты. Маған не жетіспейді? Саған әзіл жетіспейді. Ендеше құрметті көрермен, бізде көңіл күйдің барлығы бар. Құрметті көрермен, біз бүгін ойынға қатты дайындалып келдік. Дайындалғанымыз соншалықты, бізде екінші состав бар. Құрметті достар, сөзін ашық керек. Мына бірінші состав біздер менсінбейді. Мына бірінші составтың өтпей қалған әндер. Өткіз жіберетін біздер ғой? Иә, дұрыс айтасың. Және де біздің қатты дайындап келгеніміз соншалық біз үшінші состав дайындап келдік. Дайындалып келіпсіз ма? Бір нәрсе істеп жатыр ғой. Құрметті көрермендер, сенбейміздер оларға. Соны айтам, екінші состав, сіздер өздерін өйтіп көп алмаңдар. Сіздер жай ғана массовкаға келдіңдер ғой. Ой, сос. Асылхан, неше шықтың? Құрметті көрермендер, негізі мына команданың капитаны мен болам. Олардың бәрі мені тыңдайды. Мені тыңдайды. Немесе оларға бәрібір өздері жүре береді. Туы Асылхан, сумен неше шықтың? Қарындас, мен болашақтан кеп тұрмын. Біле білсеңіздер, болашақта ұшатын машиналар бізде өте көп. Соған біреуіне отырып, арыс қошып қайтпадық па? Асылхан, сен болашақтан келдің ғой? Біздің болашағымызды болжап бере аласың ба? Біз бүгін чемпион боламыз ба? Ой, Айдос, кеш бір қоя тұршы. Басқа нәрсені сезіп тұрмын. Құрметті Ернат аға, қолыңызды бола ма? Ернат аға, мен сізден ауыр болашақ сезіп тұрмын. Сіздің болашағыңыз өте болыңғыр болады. Сіздің мына жерден кететін уақытыңыз келді. Сіздің орныңызға әдемі костюм киген, очки таққан, санда вообще еті жоқ жігіт орныңызға келеді. Оның кім екенін өзіңіз сезіп тұрған боларсыз. Сондықтан бара берсеңіз болады. Ал ендеше, бар жанарды жаулаған Жайдарман ашық! Бұрында майқұдықта жүріп қалған бала өскенде ұстаз болса. Қалайсыңдар? Самал тұр. 4 отыр. Рислам тұр. 2 отыр. Неге ағай? Бірақ та ол осал қайда келмейшін. Базилам жүргем. В общем, ертең мамаң, папаң, әжең, атаң, ит, мысық огородқа шығыңдар, палуан тұтаймыз. Құрметті көрермендер, жаңа қазын 4 күн түсінген боларсыздар. Ал егер де түсінбесеңіздер, өздеріңіз кейін түсініп аларсыздар. Сонымен ұшыттар өте әлемшақ әке. Әке, ау балам, мен сабаққа барсаңшы. Сөйсе, бензин ұзын болды ғой. Ту, әке. Егер де біздің Айдос вокзал диспетчері болса. Қарағанды шәуіндік пойызы 12-ші жолға келіп тоқтайды. Алихан оғыз бір жермен қой қолтығы сасиды.
Мама? Ау бала. Әкем қайда? Балыққа кетті. О, бүгін балық жейміз. Құрметті көрермендер, жаңа қаздың төркін түсінген боларсыздар. Егер де түсінбесеңіздер, мен сіздерге түсіндіріп берейін. Мамасы мен баласы червяк болып шығады да жерде. Содан кейін баласы мамасынан сұрайды да, мама, папа қайда дейді. Кейін балыққа кетті деп жауап береді да. Ой, вообще олар өздерінің өлетінін білмейді да кейін. Болды, бітті. Сөз соңында колледждің отчетшін емес, Жайдарманды өздері шуны алған болашағы бар командасы. Ал енді ортаға бүгінгі кешімізді аяқтау үшін Фәтфә Жайдарман құрамасы шақырамыз. Ой, рахмет. Еще хабарлап беріп жатыр ма? Рахмет, асыққаныңыз. Бір қошемет жасап қойып, Қарағанды болашақ жоғарғы колледжі болашағы бар Жайдарман тобына. Рахмет. Кейін дәл осы соңғы бөлімді аяқтайтын Қарағанды жоғарғы гуманитарлық колледжі Тфә командасы қарсы алыңыздар. Бүгіннің балалары давай жолдарына кеш! Өнер ортасына келіп өзіміздің өнерімізді көрсетіп кеткенсің ғой, қайратшы. Қайырлы күн, құрметті достар. Алдарыңызда Тфә командасы. Алғашқы ойын бәрімізде мандраж көрсетпеуге тырысудамыз еді, бірақ жолсқа көрініп тұрған шығар, иә? Негізінде алғашқы ойын ыстық әрі ерекше болады дейді ғой. Жалпы әдемі маусымда әдемі команда деп біз шақырғандарыңызға рахмет. Спасибо. Thank you. Жалпы біздің педагогикеміз түрімізден ақ көріп тұрған шығар, иә? Негізінде ше, мен мұғалім болғым келмейді. Ол болашақ бар, өлмейтін мамандық олай айтты. Өлмейтін мамандық деп жүрген өзіміз өліп кетпесек болғаны? Өліп қалмас үшін Абай Құнанбаев былай деген екен. Өзге түгіл өзіңге пайдасы жоқ, есіл өнер қор болып кетер дүзге. Абдуәлі, бұның не қатысы бар? Біз енді педагог емеспіз бе, сондықтан да мен педагогикалық ой қозғадым. Маша Абдуәлім, сен шаға емессің ба? Көреміз, жаңа жылды күтіп отырған отбасы. Әй, мынау жүгірмей шыққан қайда кетіп қалған? Сағат деген түнгі 12 болды. Гитараны неге алып кеткен? Енді звондамайсың ба соған? Сағат деген түнгі 12 болды. Әбде еркелетіп жүргенсің сол қыз. Ақылбекті қарындасы күйеуге шығып жатыр. Звонокты өзгерту керек. Мама, қалайсыздар? Қайда жүрсің? Мен жүгенші мам, вечер барып келдім, спасибо. Осы алдайды ғой. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсыз, папа? Жақсы. Қайда жүрсің? Гитараны неге алып кеткенсің? Папа, вечерға барып келдім. Қыздармен күштілеп өлең айттық қой. Мә, шампан бар мынау. Мен сағат 12 болыпты ғой, неге ашпағансыңдар?
Ашатын әкем бар ма, өлең айтып, гитарасын іздеп отқан жоқ па? Ана қыз штопырға жіберген әлі жоқ. Жай сөйлеш. Осы жерден сұрап келдім, жоқ. Жай деп. Енді неме ашамыз ал, айтыңдаршы. Тауыз зажигалка бірдеме ал ма? Ой, жоқ, мен шекпеймін ғой. Сіз шекпейсіз ғой. Әке. О. Аманжан үйді Жалғастырайық. Көреміз біртүрлі педагогтердің анонимді клубы. Қайырлы күн, достар. Мұғалімдердің анонимді клубына қош келдіңіздер. Жалпы өздеріңіздің бастарыңызда проблема болса бөлісе кетсеңіздер. Сәлеметсіздер ме? Мен музыка пәні мұғалімімін. Менің проблемам, балалар менің сабағыма дұрыс қатыспайды. Вроде бы тақырып қана айтам, ән ғана айтам. Сонда қандай әндер айтасыздар? Негізі мен анау-мынау өлеңдер айта бермеймін. Жүрегіме жақын мынандай өлең бар, айтып берейін. Кондер, шуағын шаштым, жаным сағынып сендей, жаным сағынып мендей деген өлеңдер айта. Рахмет, келесі. Саламатсыздар ма? Енді мен өзім таныстыра кетсем, мен физика пәнінің мұғалімімін. Менің қазіргі таңдағы проблемам, мен балаларға сөйлей алмаймын. Енді білесіздер ғой, біздің кезімізде қалай еді. Біздің кезімізде балаларды ұрсаң да, соқсаң да ешкім ештеңе демейтін еді ғой. Қазір балаларға тектей сөз айта алмайсың, бәлесіне қаласың. Енді сіздер мені ондай деп ойлағаңыздар, мен негізі өйтпеймін. Жақсы, рахмет. Я наркоманка. Кешіріңіз, қателесіп кіріп кеткен секілдісіз. Қателесіп кіріп кетсем, сендеріне менікі шүкір ма деп қалдым ей. Өзіңнің кім екеніңді білсең, қазіргі жолмен жүрсең. Мәке, сәкелердің айтуынша қазылар алқасынан қарағанда редактура жаман сынайды дейді ғой де. Оны қоя берші. Біз деген мына гумның арқы сені ақтауымыз керек қой. Мына тәттің бете өте алмай қалсақ, масқара боламыз, ойлашы. Сөз соңында ең әдемі командадан ең әдемі цитата. Сұлулық үшін 3 шарт қажет. Әдемілік, тфа-тфа, әкім кубогы. Рахмет, арнайы Жайдарман. Жарасаңыздар, дауыс соның естілмесін. Раз. Дауыс естіліп тұр ма өзі? Раз. Естіліп тұр, естіліп. 4. Мен құлағым естіліп шаман кешіресіз. Ал 4-ші блоктан, 4-ші топтан тікелей финалға тфа-тфа. Рахмет. Ал ендеше барлық топтарды сіздердің қошеметтеріңізбен дәл осы сахнаға шақырамыз. Колледж студенттер арасындағы Жайдарман ойынның іріктеуінде алғыс хатпен Фемида Жайдарман тобы марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Лингва қазіргі шет тілдер колледжі Стар командасы марапатталады.
дәл осындай мәтінмен СМК балалары марапатталады. Жедел жәрдем командасы марапатталады. Жалын командасы марапатталады. Елден ерекше командасы марапатталады. Болашағы бар. Болашақ колледжі. Және де дәл осындай алғыс хатпен тфа командасы. Киттің балалары. Медицина колледжі 103 командасы. Алғыс хатпен. Кеншілер командасы алғыс хатпен марапатталады. Қарағанды облысы әкімінің жүлдесіне ұйымдастырылған Қарағанды қаласының колледж студенттер арасындағы жайдарман іріктеуінде алғыс хатпен қызық болсын командасы марапатталады. Бүгінгі іріктеу сайысы қорытындысы бойынша 2 үздік ойыншыны таңдадық. Бір ұл бала, бір қыз бала. Шешімімізбен келісесіздер деп ойлаймыз. Қарағанды облысы әкім жүлдесіне ұйымдастырған Қарағанды қаласының колледж студенттері арасында жайдарман ойындарының іріктеуінде болашағы бар Асылхан марапатталады. Асылхан, жақсы Асылхан бауырым. Келесі үздік ойыншы Киттің балалары Перизат өзінің актерлық шеберлігімен көзге түсті. Үшінші дәрежелі диплом. Қарағанды облысы әкімінің жүлдесіне ұйымдастырылған Қарағанды қаласының колледж студенттерінің арасында өткен жайдарман ойынының іріктеуінде 3-ші орынға ие болған керемет командасы марапатталады. Екінші дәрежелі диплом. Фтокраштар. Бірінші дәрежелі диплом. Құрдастар. Диплом. Бас жүлде. Қарағанды облысы әкімінің жүлдесіне ұйымдастырылған Қарағанды қаласының колледж студенттері арасындағы іріктеу ойынында жеңімпаз болған Ұлы Дала темір жолшылары. Құрметті көрермендер, тек жақсы күнде, жақсы уақытта жолыққанша сау саламатта болыңыздар. Жайдарманның жаңасын көрермендері көп болсын.